Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін сіздермен ешқандай да духовканы қажет етпейтін, табада пісетін оңай пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Қамыры толықтай пісіп шығады, ешқандай да уайымдамасаңыздар болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарамыз. Үстіне үлкен қасықпен өлшеп майонезімізді салып шығатын боламыз. Дәл сол қасықпен өлшеп қаймақ саламыз. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Үстіне тағы да қасықпен өлшеп ұнымызды саламыз. Барлығында қарап отырсаңыздар, қасықпен өлшейміз. Ешқандай да таразыны қажет етпейді, сондықтан оңай жасалынады. Бір қасықты алып, соның мөлшерімен өлшеп қосатын боламыз барлығын. Барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Нәтижесінде бізде осындай қоймалжың масса пайда болады. Табамызды кішкене майлап аламыз. Менің табам кішкентай болғандықтан мен қамырды 2 бөліп салдым. Егер сіздің табаңыз үлкен болатын болса, қамырдың барлығын құйып жайғастырсаңыз болады. Сонда сізде үлкен пицца болып шығады. Мен жартысын салып, 2-ге бөліп, 2 пицца етіп жасадым. Осылай жақсылап, жұқалап, жайып шығамыз қамырды тегістеп. YouTube арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыз, сонда сізге менің видеоларым алғашқылардың бірі болып шығатын болады. Үстіне соус жағамыз. Мен майонез бен кетчупты тағы да араластырып қостым. Негізі тек қана кетчупты жақсаңыз болады. Егер майлы болып кетеді дейтін болсаңыз, тек кетчупты жақсаңыз болады. Үстіне 4 бұрыштап туралған шұжығымызды, яғни колбасамызды салып шығамыз. Пиццаны өзіңіздің қалауыңызша жасауыңызға болады. Өзіңіз қаласаңыз, тәтті бұрыш немесе қияр деген секілді әртүрлі осындай начинкасын әртүрлі заттарды қолдансаңыз болады. Мен осылай классикалық түрі осы колбасамен, помидормен, яғни қызанақты салып және ірімшікпен жасадым. Балалар осылай жақсы көреді, сүйіп жейді, сондықтан осылай барлығында осылай 4 бұрышты формасында турап алдым. Және ең соңында осылай сыр бетіне себетін боламыз. Пиццаның сыры неғұрлым көп болған сайын, одан сайын дәмді бола түседі. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Бетін жауып 15-20 минуттай қоя тұрамыз. Міндетті түрде баяу отта болуы қажет, өйткені асты күйіп кетуі мүмкін, сондықтан сол баяу отқа қоюды қатты қадағалау қажет болады. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Енді осыны ақырындап табамыздан түсіреміз. Табаға жабыспай түсіп шығады. Егер де сіздің табаңыз сапалы, антипригарлы болатын болса, ешқандай да жабыспайды, осылай оңай алынатын болады. Осылай кесіп бірнеше бөліктерге бөлеміз. Өте дәмді, оңай жасалынатын, тез желінетін пицца болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамыры да толықтай пісіп шығады, еш уайымдамасаңыздар болады.
Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуіңізге болады. Сонымен қатар, келесі видеоларда қандай рецепттерді күтесіз, оны да жаза кетсеңіз болады. Келесі видеоларда кездескенше, қош сау болыңыздар.